2023 жылғы 1 шілдеде әлеуметтік кодекс күшіне енген сәттен бастап Қазақстанда әлеуметтік инспекторлар институты енгізілді. Әлеуметтік қорғау инспекторлары қызметінің негізгі бағыты мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру. Қазіргі уақытта халықты әлеуметтік қорғау саласында 111 мемлекеттік еңбек инспекторы қызмет атқарады. Әлеуметтік инспекторлар тексеру нәтижелері негізінде бақылау субъектісіне анықталған бұзылғыштарды жою, алдын алу, болдырмау және жол бермеу бойынша орындалуы міндетті нұсқамалар шығарады. Және өрескел бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұл салады. Мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетілімділік бойынша негізгі бұзушылықтар мыналар: пандустың болмауы, пандустың көлбеуі, бұрышының сондай-ақ есік енінің нормативтерге сәйкес келмеуі, кіреберістегі тобында тұтқалардың болмауы, санитарлық тұрмыстық бөлмелердің бейімделмеуі, көру функциялары бұзылған адамдар үшін арнайы тұрақ орындарының көрсеткіштерінің контрасты бағыттаушылардың болмауы. Мүгедектігі бар адамдар шағым беру үшін елдің барлық өңірлерінде орналасқан әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің аумақтық департаменттеріне жүгіну қажет. Өтініш қолма-қол немесе е-өтініш сервисі және электрондық үкімет порталы арқылы электрондық түрде беруге болады.